Қазақстанның 2-1 командасы Еврокубоктың плей-офф кезеңінде. Қазақ футболының дамуы соншалық бізге қазір плей-офф кезеңі жеткіліксіз. Бізге топтық кезең керек. Астана өз алаңында Албания чемпионы Партизан емен кездессе, Тобыл өткен Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне қатысқан Виктория Плзен командасын қабылдады. Сонымен қатар қазақстандық жартылай қорғаушы Бахтиер Зайнуддинов Бешикташ сапында дебютін өткізді. Бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш, қазақстандықтар конференция лигасында. Кеттік. Видео басталмас бұрын, электромобильдер жеңіп алғыңыз келе ме? Онда біздің достарымыз Теннисе KZ ұйымдастырып жатқан 30 ойынға қатысыңыздар. 1 тамыздан бастап Zikr 001 және Volkswagen ID4 электр карларын жеңіп алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін бәс тігіп, сары және қызыл купондар жинасаңыз жеткілікті. Купон көп болса, электр карлардан бөлек фрибеттер, Apple техникаларын жеңіп алуға мүмкіндігіңіз де көп болады. Толығырақ ақпарат алып қатысам десеңіздер, төменде сілтемесін қалдырамын. Сәттілік. Біз үшін өкінішті жаңалықтан бастайын. Өкінішке қарай Қостанайда Тобыл өз алаңында сенсация жасай алған жоқ. Қостанай қаласына сонау Чехиядан Виктория Плзен келді. Өткен маусымда Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде өлім тобында ойнаған Виктория Плзен. Бавария, Интер, Барселона мен бір топта ойнап, 0 ұпай жинаған Виктория Плзен қонаққа келді. Бұл команда өткен маусымда Чехия чемпионатында қола жүлдегер атанған болатын. Жалпы Чехияның 6 дүркін чемпионы. Құрамы қостанайлық Тобылдан әлде қайда мықты. Мысалы, трансфер маркетті ашып қарайтын болсақ, Виктория Плзеннің құрамы Тобылдан 5 есе қымбат екенін көреміз. Чехиялық команда конференция лигасын екінші іріктеу кезеңінен бастаған болатын. Алдымен Косвалық Дритамен кездесіп өз алаңда 0-0 болды, сырт алаңда 2-1 есебімен жеңді. Кейін үшінші кезеңде мальталық Гзира Юнайтедті 4-0, 2-0 есебімен 2 матчта да жеңген болатын. Ендігі кезек Тобылда болып тұр. Бұл команда Тобылға қарсы кездесудің алдында қатарынан 6 матч бойы жеңіп келе жатқан болатын. Осындай нағыз бабында келді. Ал Тобыл сапында бір өзгеріс болды. Көбі күтпеген өзгеріс. Рамазан Оразов қосалқы құрамда қалды. Рамазан жетіспеді ме білмеймін, әйтеуір бірінші таймда Тобыл командасы қарсылас қақпасына гол соға алған жоқ. Виктория Плзен де бірінші таймда есеп ашпады. Үзіліске дейін футболшылар тең деңгейлі ойын көрсетті де 0-0 есебімен демалуға кетті. Ойынға қарап әрине чехиялық команда бәрін бақылауда ұстап тұрғандай көрінді, дегенмен жанкүйерлерде бізде үміт болған. Үмітіміз 73-ші минутта күдікке айналды. Викторияның бразилиялық ойыншысы Каду есеп ашты. Қорғаныста ұйықтап қалдық. Қайыровтың артынан Каду келді де допты қақпада қадап тастады. 1-0. Ал үмітіміз 90-ші минутта үзілді деуге болады. Себебі Тобыл таразбасын теңестірген жоқ, керісінше екінші голды жіберіп алды. Лукас Калыбах Тобылдың айып алаңында допты жалғыз қабылдап алды да, оңаша тұрды да 2-0 болды. Тағы да қорғаныста ұйықтап қалдық. Бәрі осылай аяқталады деп ойлап отыр едік. 98-ші минутта Тобыл үшін үйреншікті жағдай болды. Виктория Плзеннің қақпасына пенальти қойылды. Нүктеге әдеттегідей Серж Дебле келді де оң жақ қанаттағы 9-лыққа допты күмп етті. 2-1. Негізі тең деңгейдегі өткен матч. Статистикаға қараңыздар. Статистика бірдей, допқа иелік ету, соққылар саны бойынша тіпті Тобыл алда тұр. Бірақ өкінішке қарай есеп 2-1. Виктория Плзен сырт алаңда маңызды жеңіске қол жеткізді де, бұл олардың қатарынан 7-ші жеңісі. Өкінішке қарай Тобыл футболшылары өз жанкүйерлерін өз стадионында қуанта алған жоқ. Әрине біз кездесудің алдында қонаққа кімдер келіп жатқанын білдік. Чемпиондар лигасының қатысушысы. Өткен маусымда Чемпиондар лигасында Баварияның қақпасына гол соққан 2 команда бар. Біріншісі чемпион атанған Манчестер Сити, екіншісі дәл осы Виктория Плзен болатын. Осындай азулы команда бұл. Серж Дебленің ойын соңында соққан голы жанкүйерлерге кішкентай бір үміт сыйлады. Кішкентай ғана. Сырт алаңда 1-0 есебімен жеңіп кетіп, пенальти сериясына жеткізіп, Дери Сити секілді Виктория Плзенді де жарыс жолынан шығарып тастаймыз ба деген үміт бар. Ал қарымта кездесу 31 тамызда Плзен қаласында өтеді. Ал Чехиядағы Виктория мүлдем басқаша болатыны сөзсіз. Виктория өзінің атына сай жеңіске жетті сонда. Қарымта кездесу елорда уақытымен 23:00-де басталады. Тобылдың мүмкіндігі бар ма деген сұрақ. Негізі Тобыл сырт алаңда да жеңуге болатынын, сырт алаңда да сенсация жасауға болатынын көрсетті бізге. Базель дәлел соған. Сырт алаңда конференция лигасының жартылай финалисін 3-1 есебімен жеңіп кеткен едік. Тек Чехиядағы матчқа да сол португалиялық төрешін шақыру керек. 1-2 ойыншыны алаңнан қуат, 1-2 пенальти береді. Жеңіп кетуге болады негізі. Бірақ расын айтқанда сырт алаңда келесі аптада Тобылға қиын болатыны сөзсіз. Дегенмен жанкүйерлер қостанайлық команданы айыптай алмайды деп ойлаймын. Себебі команда конференция лигасының бірінші кезеңнен бастап плей-оффқа дейін жетіп тұр. Хонка, Базель, Дери Сити Еврокубокта ойнап жатқан жоқ. Себебі оларды Тобыл жарыс жолынан шығарып тастаған болатын. Тіпті топтық кезеңге өте алмай қалғанның өзінде
жанкүйерлер дәл осы тобылға ешқандай сын айтпауы керек деп ойлаймын. Ал мүмкіндік болып жатса, әрине Чехиядағы кездесуде олар сенсация жасауға қауқарлы. Рамазан Оразов, Роман Асранқұлов егер дәл соққы жасайтын болса, алыстан әдеттегідей сержебілі пенальти тебетін болса, неге сенсация жасамасқа? Ал Астана албандарға қарсы. Ұлы жүздің руы емес, Албания чемпионы Партизанимен кездесті. Сербияның атақты Партизанымен шатастырып алмаңыздар, бұл Партизани негізі әлсіздеу. Сондықтан бұл кездесуде, бұл тикет-ресте Астана негізі фаворит саналды. Партизани бұл Албанияның 17 дүркін чемпионы. Команданың құрамында 15 легионер ойнайды. Тең жартысы шетелдік келімсектер. Бірақ Астанадан 2,5 есе арзан. Команданың Еурокубокта анау айтарлықтай тарихы да жоқ. Ең жоғарғы нәтижесі осы плей-офф кезеңіне жетуі. Олар Еурокубокты Чемпиондар лигасында бастады, ең бірінші турда Батыден жеңіліп қалған болатын. Одан кейін конференция лигасына түсті де андоралық Атлетик Эскальдесті 2 ойында да жеңіп кетті. Кейін үшінші кезеңде латвиялық Валмераны қапы қалдырды. Ол кезде де 2 кездесуде басым түскен болатын. Еурокубокта осындай 4 жеңістен тұратын серияны қалыптастырып алған Астана аренада сүрінді. Ойынның өзіне келетін болсақ, матчта бар болғаны 1 гол көрдік. Есепке алынған 1 гол. 41 минутта Астананың жаңа ойыншысы Степан Лончар айбалаңына кірер тұста жойқын соққы жасады да Астананы алға шығарды. Есеп 1-0. Бірақ үзіліске дейін астаналықтар екінші голды тоқтатып тастады. Бұл жолы Абат Айымбетов қанжығасын майлаған болатын, бірақ өкінішті. Қазақстан құрамасының шабуылшысы ойыннан тыс қалыпты. Бірінші таймдағы Астананы қарап, құдды бір Манчестер Сити дерсіз. Немесе Прайм Барселона деп ойлап қалуға болады. Топқа иелік етуі 81-19. Соққылар 6-0. Астана қарсыласты сенімді жеңет деп ойладық. Екінші таймда да дәл солай шабуылдауын жалғастыра берді. Марин Томасов ойынға тыңнан қосылып 2 гол соғып тастады. Алдымен алыстан сол аяғымен өзінің әдетінше бір керемет соққы жасаған еді. Тағы да офсайд. Кейін 90 минутта Марин Томасов тағы 1 гол соқты. Не деп ойлайсыздар? Тағы да офсайд. Астана аренада дәл сол күні біз 4 гол көрдік. Оның 3-і өкінішке қарай офсайд болып есепке алынбады, және бұл жерде төрешіге айтар ешқандай назымыз жоқ. Шынымен үшеуінде де сәл сантиметрлер, миллиметрлер алға шығып кеткен. Қайтеміз енді. Командалар алаңда 100 минут ойнады. 15 соққы, 4 гол. Таблодағы есеп 1-0. Өкінішке қарай Астана сол басымдықты ақыры 2-3 голға айналдыра алған жоқ. Әйтпесе бір Абатта Дарбоның өзінде қанша мүмкіндік болды. Соғатын мүмкіндік жеткілікті еді. Ал қарымта матч қашан болады десеңіздер, әдеттегідей келесі бейсенбіде 31 тамызда Тиранада болады. Кездесу түнгі 12:00-де басталады. Астана сырт алаңда тым болмаса тең есеппен қайтуға міндетті. Себебі Еурокубоктарда соңғы жылдары Астананың жолы болмай жүр. Соңғы 3 Еуро маусымда өте ұят болып астаналық команда іріктеуден өте алмай қалған болатын. Биылдың өзінде Астанаға сын айтылар матчтар жеткілікті. Тағы бір қуанышты жаңалық. Бахтиер Зайнуддинов Бешикташ сапындағы дебютін өткізді. Ол да конференция лигасында ойнады. Плей-офф кезеңінде оның Бешикташы Киевтің Динамосымен кездескен болатын. Алғашқы ойын негізі Киевте өтуі керек болған, бірақ Украинадағы соғысқа байланысты ойын Бухарест қаласында болды. Бахтиердің дебюті кинодағыдай болды. Ол алаңға екінші таймда шықты. Конголық қорғаушы Артур Масуакуды алмастырған болатын. Ол кезде Бешикташ 1-0 есебімен жеңіп жатты. Артынша таблодағы көрсеткіш 2-2-ге өзгерді. Матч дәл осындай есеппен аяқталады деп күтіп отырған сәтте Бахтиер өз сөзін сөйледі. 95 минутта Бахтиер өзі шабуыл бастап, айбалаңында допты қабылдап алды да қақпада тулатты. 3-2 Бешикташ сырт алаңында жеңіске жетті, ал Бахтиер болса жеңіс голын соқты. Қазақстандық ойыншы Бешикташтағы дебютін дәл осылай өткізеді деп ешкім ойламаса керек. Еурокубок матчында сырт алаңда 95 минутта жеңіс голын салды. Енді Бешикташ келесі аптада өз алаңында жеңілмесе болғаны. Конференция лигасының топтық кезеңінде ойнайды. Конференция лигасында тағы бір қазақстандық бар. Бұл Владимир Чебурин. Қазақстандық бапкер дәл қазір Жальгирис командасын жаттықтырып жатқанын білесіздер. Латвия чемпионы конференция лигасында өз алаңында венгриялық Ференцварошты қабылдады. Дегенмен Жальгирistің Венгрия чемпионына ешқандай әлі келген жоқ. Өз алаңында 4-0 есебімен жеңіліп қалды. Енді бір аптадан кейін Венгрияда камбэк жасайды дегенге сену қиын. Сондықтан Чебурин мырза үшін Еурокубок осы плей-офф кезеңімен аяқталатын секілді. Бүгінге осы қазақстандық командаларға Еурокубоктарда тағы да бір сәттілік тілейік. Астананы да, Тобылды да, Бешикташты да, Жальгиристі де конференция лигасының топтық кезеңінде күтеміз. Ал Зайнуддиновтың дебюті құтты болсын. Астана мен Тобылдың матчтары туралы өзіңіздің пікіріңізді комментарийге жазыңыз. Зайнуддиновтың дебюті қалай болды? Матчты көрдіңіз бе? Міндетті түрде пікірге жазыңыз.
Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Қазақстандықтарды топтық кезеңінен көрейік. Сау болыңыздар.